Мысалы біз былай тілейміз: ей алла маған береке бер, ей алла маған денсаулық бер, ей алла маған дәулет бер, маған бақ бер, байлық бер. Бірақ нақтылап жатқан жоқсыз да. Кеңістік деген нәрсе бұл нақтылық түседі. Сіз қаншалықты нақтылайсыз, соншалықты оның орындалу несі, және сіз ойды, энергияны бір жерге ғана бөлесіз да. Энергия қай жерде, материя сол жерде. Назар қай жерде, энергия сол жерде. Энергия қай жерде, материя сол жерде. Сондықтан мына энергияның кететін нәрсесін, назарды нақтылап беру керек, бір жерге беру керек та. Точка, жаңа лупамен ойнаушы едік қой, бүйтіп бір жерге бүйтіп түсірсеңіз, қолыңыз күйдіреді, ол қағазды жандырады да. Дәл сол сияқты сіз нақтылап бір жерге фильтрлеп барлығын бір жерге түсіріп отыруыңыз керек та. Береке бер дейді. Қандай береке сізге? Көлемі қандай? Кімнің үйінде береке көріп тұрсыз сіз? Қай семьяда береке көріп тұрсыз? Сол семьяны көрсетіңіз. Ананың үйіне берген берекеңді менің үйіме де бер деп көрсетуіңіз керексіз да. Мысалы, байлық керек па? Қандай байлық керек сізге? Кімді, қай байды көріп тұрсыз қазір? Вот сол байлықты, сол байдың иесін көрсетуіңіз керексіз. Мынаған бергендей байлықты, дәулетті маған да бер. Ахметбек ағаға берген біліміңді маған да бер. Аманжол Рысмелдиевке берген біліміңді маған да бер. Көрдіңіз ба? Омар Жәлелге берген біліміңді соған бергендей, жаңағы Абайды танығандай мені де тан. Маған да бер сол Абайды тануды. Мысалы, Құран жаттап алған адамды көрдіңіз ба? Анаған Құранды жаттағандай зейінді маған да бер. Не көрдіңіз ба? Не нәрсені сіз көріп тұрсыз, сол адамға қарай направление беруіңіз керек. Машинаны ма? Қандай машина? Қандай машинаны көріп тұрсыз? Міне, ғалымның машинасы маған ұнап жүр. Міне, ғалым досымның машинасына бергендей машинаны маған да бер, Алла. Көрдіңіз ба? Сіз сол кезде нақтылап аласыз өзіңіздің армандарыңызды. Сондықтан сіздер армандардың алдында сондай өздеріңіздің нақтылап алсаңыздар жақсы болады. Немесе нақтылап жазу. Нақтылап жазу, сол қалап тұрған нәрсеңізді нақты түрде жазу. Мысалы, мына кешеде де көрсеттім. Мына тұрған Лего деген самолет, балдар осыны құрастырып шықты. 200 ба, 300 ба детальдан тұрады мынау. Енді қараңызшы, осының несі болмаса қалай құрастырар еді? Осыны мен мысалы мынау кітапта тұрды, мынадай арман болып тұрды, мысалы кітапта детальдар шашылып жатыр. Осындай арман тұрды. Қалай жасайсыз? Бұның ішінде инструкциясы бар, қалай жасау керек екенін, қалай жинау керек екенін көрсетіліп тұр да. Мынау сіздің арманыңыз ғой, міне. Мынау жазған арманыңыз болып есептеледі. Сол арманыңыз жазылғаннан кейін барып мынадай нәрсеге айналады. Егер ол кітапқа түспеген болса, мынаны қалай жиналатыны детально көрсетілмеген болса, мынаны біз еш уақытта жинамаған болар едік. Жинағанның өзінде де ұзақ уақыттар кетіп қалуы мүмкін. Ұзақ уақыттар, 1 жыл кетіп қалуы мүмкін. Мынаны дәл осындай жинау үшін, мысалы, шашылып жатыр 200 не деталь, сіз жинауыңыз керексіз. Сурет жоқ мысалы. Оның жазылмаған. Дәл сол сияқты сіздің де арманыңыз солай жазылмаса, сіз еш уақытта оны жинап ала алмайсыз. Легодан айырмашылығы сол, мынау Лего мен адамның айырмашылығы сол. Міне, Легода сізде мынау берілген, деталь берілген, енді жинайсың. Арманда да сол. Арман жоқ жерден жинайсыз да. Соны визуально көру арқылы, бірінші жазу арқылы, жазудың негізінде отырып, сіз арманыңызды осы Лего секілді жинайсыз. Жақсы, рахмет.